Өзбекке тұрмысқа шыққан қазақ қызының аянышты тағдыры. Бірде Орал қаласында шаштаразға шаш қидыруға барғанымда, шаштараз қыздың тағдырына куә болдым. Көздерінде жас толған қазақ қызы бар мұңын жасырмай әңгімелеп берді. Ешқандай көмектесетін адамым жоқ. Туған туыстан жұрдаймын. Күнде жылаймын. Тірі өліктей есеңгіреп жүремін, деп бастады өз зарын қарындасымыз. Бәрі былай басталды. Осыдан 13 жыл бұрын базарда қарбыз сататын Толипжан деген өзбекпен танысып тұрмыс құрдым. Ол сондай жұмсақ еді. Мені күн сайын гүлдерге көмкеретін. Екеуміз жарасып, оның жалдаған пәтерінде бірге тұрдық. Кейінірек менің мұраға қалған үйіме көштік. Мен 2 қыз туып, есімдерін Сабина мен Саблина деп қойдық. Толипжан үйдің жанынан қосымша жапсырма бөлмелер салып, бақытты күндер кешіп жаттық. Бірақ бір күні өзбек күйеуім өзгеріп сала берді. Сөйтсем, ол бұрын нашақорлықпен айналысып сотталған екен. Ескі достары пайда болып, ол мені ұрып соғатын өнер шығарды. Кезекті бір отбасылық қақтығыста Толипжан мені сілейте сабап, мен ауруханаға түсіп, полицияға арыз жаздым. Көші-қон полициясы оның Қазақстанда тиісті тіркеусіз жүргенін анықтап, Өзбекстанға қайтарып жіберді. Арада 5-6 ай өткенде ол қайта оралып келіп, мені аяусыз сабап, 4 жерімнен пышақ салып, өлтіріп қоя жаздады. Мен тағы да ауруханаға түстім. Көрер жарағым бар екен, аман қалдым. Мен ауруханада жатқанымда Толипжан үйдегі 2 қызымды бір түнде ұрлап әкетті. Мен аңырап жылап қалдым. Дегенде мен қыздарым Орал қаласының бір жерінде шығар деп ойлағанмын. Сөйтсем, Толипжан қыздарымды таксимен Ақтөбеге жеткізіп, әрі қарай Өзбекстанға асырып жіберіпті. Сол кезде үлкен қызым 5 жаста, кіші қызым 1,5 жаста еді. Содан бері 5 жылдан асты. Қыздарымдан мүлде хабарсызбын. Әрине, полицияға да, прокуратураға да әлденеше рет арыз жаздым. Нәтиже жоқ. Тіпті атынан ат үркетін Интерполдың өзі менің 2 қызымды ұрлап кеткен жалғыз өзбекті таба алар емес. Жан ашыр біреу болса, Өзбекстандағы оның ауылынан іздесе табуға болар еді. Өзбек ұрлаған қыздарымның құжаттарын да алмапты. Құжатсыз 2 елдің шекарасынан қалай өткені белгісіз. Мен түндер бойы көзімді ілмей қайта-қайта шошынып шығамын. Қыздарымды қатты сағындым. Мінекей, жастық па, әлде пайымның пәстігінен бе? Әйтеуір жат ұлт пен асығыс тағдырын қосқан бір қазақ қызының аянышты өмірі осындай. Мен Айгүлді қатты аяп кеттім. Әлбетте, мұндай мұңлы тағдырлар мыңдап саналады. Бірақ менің көз алдымнан қарындасымның ағыл-тегіл жылағаны көкейімнен ащы бір өксік кетпей қойды. Сосын Айгүлден қашқынның қай жерде жүруі мүмкін екендігін біліп, Өзбекстанға арнайы сапар шектім. Ұра берсең шайтанда өледі демекші, өзбек елінде сұрай келе Толипжанның ұялы телефонның нөмірін тауып қоңырау шалдым. Дегенде Паркентский деген жердемін деп, ол қайыра шалған қоңырауымды көтермей қойды. Кейін анықтағанымда Ташкент қаласынан 50 шақырым жерде Паркентский емес, Паркент деген ауыл бар екен. Паркенттің жолаушы автобусына мініп, сол ауылға тарттым. Ауылға келгеннен кейін қоңырау шалсам, қашқыным тұтқасын өзі көтермейді. Кешегі құжынаған халықтан кішкентай 2 қызы бар, Толипжанды танисыңдар ма деп сұрап жүріп, ел нұсқаған аттас бірнеше өзбектің үйіне бардым. Әбден шаршап, күдер үзіп, елге қайтуды ойлап тұрғанда, Толипжанға тағы да телефон шалып көрдім. Ол кенет қалта телефонының тұтқасын көтерді. Ол: мен номерді танып тұрмын. Сіз Қазақстаннан келгенсіз, Оралдан емессіз бе деп сұрады. Мен:
Қазір сені Паркентте іздеп жүрмін. Неге қашасың? Иә, мен Қазақстаннан, Оралдан келген журналистпін. Саған жамандығым жоқ. Қорықпа, азаматпыз ғой, кездесейік дедім. Солай келістік, бірақ Талипжан тағы да жоғалып кетті. Ауыл дүкенінің маңында арақ ішіп отырған кір қожалақ бір топ жігіттерден осы ауылда тұратын екі қызы бар Талипжан деген жігітті танисыңдар ма деп сұрағанымда, олар да, дүкенші де мардымды жауап бермеді. Кенет бір бейтаныс жігіт жақын келіп, өзбекше сақ бол деді. Кеш түсіп, айнала қою қараңғылық құшағына енді. Ташкентке қайтпақ болдым. Қайтарда мен Талипжанға соңғы қоңырау соғып көріп едім. Ойламаған жерден тұтқасын алды. Мен бірден былай дедім. Әй, Талипжан, сен еркексің, уәдесін беріп едің. Мұның не? Қазір сенің ауылыңдағы азық-түлік дүкенінің алдында тұрмын. Кешіксең, Ташкентке қайтып кетемін. Саған өштігім жоқ. Анау жас сәбилерді аясаңшы. Мына дүкеннен тәтті алып қыздарыңды қуантайын, кел күтемін дедім. Ол, жарайды, кетіп қалмаңыз, қазір тез келемін деді. Дүкенші өзбек жігітімен қандай тамақ пен тәттілер алатынымды ақылдасып тұрғанымда, ол тек арақ алмаңыз деп шырпыр болды. Сөйтсем, ол мен іздеген Талипжанды біледі екен. Бір уақытта дүкеннің ішкі терезесінен көзінде көзілдіргі бар дәу бір өзбектің алыстан аңдып жүрген байқадым. Сыртқа шығып амандастым. Менің көзіме қазақтың нәзік те сұлу қызына үйленген өзбек жігіті басқаша елестеп еді. Сөйтсем, бұл бойы ұзын, кең иықты, дәу қара адам болып шықты. Ол үйінің алыстау екендігін айтты. Біраз жүріп оның үйіне келдік. Үй деген аты ғана, ауылдың ең шетіндегі алқам-салқам ескі сарай екен. Ауланың бәрін қалың шөп басып кеткен. Жалғыз аяқ жолмен сарайға кірдік. Сарайдың бір тар бөлмесінен қымтап, ішін жылтып, екі қыз отыр. Үсті бастары лас, киімдері жыртық. Құжаттары жоқ екі қыз мектепке де оқымайды екен. Қазақтың қаны бар қос сәбиді қатты аяп көзіме жас келді. Ересектердің есерлігінен жазықсыз жапа шеккен екі балапаннан қандай тамақ жесіңдер деп сұрағанымда, үлкен қызы өзбекше макаронды суға қайнатып жеп отырмыз деді. Мен өзбек тіліне шорқақпын, ал қыздар орысша түсінбейді. Қыздардың үлкені анасын мен көрсеткен суреттен бірден таныды. Талипжанға қараған кісі түрінен шошиды. Оны таяуда біреулер мықтап сабап, бір көзін ағызып кеткен. Не керек, журналистің кәсібі қызық қана емес, аса қауіпті. Жат елде, бөтен жерде қазақтың бір қызының ұрпағын іздеп барып, басымды қауіп қатерге тік. Бұған өкінішім де жоқ. Себебі халықаралық қылмыскерлерді іздестіретін Интерпол таба алмай жүрген қашқын мен қос сәбилерді мен таптым. Өзбекстаннан WhatsApp-пен шаштарасы қызға қыздарының суреттерін жолдағанымда, ана байғұс қуаныштан еңіреп жылап қоя берді. Бұл қандас қарындастың маған деген ризашылық көз жас еді. Ал Қазақстан мен Өзбекстанның құқық қорғау орындары сәбилерді туған анасымен табыстырудың қамына тез арада кіріссе екен деп аяқтайды журналист өз әңгімесін. Құрметті оқырман, егер әңгіме туралы пікірлеріңіз болса, қалдыра кетіңіз. Егер де сіздерге осындай өмірде болып жатқан шынайы оқиғалар қызықтыратын болса, арнаға тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыз. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.